Ауыл шетіндегі ұзын жолға қарап күні бойы әрлі-берлі жүретін Асылбай қария өткен-кеткеннен бүгін қай күн, демалыс емес пе деп жиі сұрайды. Таяғына сүйеніп тұрып шетсіз-шексіз далаға қарап, «О, дүние-ай!» деп ауыр күрсінеді. Кеше ғана «Кімсің, Абылаймын» деп кеудесін жоғары ұстап, бір әулеттің бас көтерер азаматы Асылбайы еді. Өмірдің біраз қызығы мен қиындығын да қатар көрді. Сонау бір жылдары әке-шешесімен бірге асу да асу, бел асып, Қытайға да шұбырып өтіп кетпеді ме? Иә, бәрін қазір еске алып керегіне. Ең бастысы, кәрілік келгенде қаладағы жалғыз тұяғының хабарсыз қалғанына қапаланып, бір келіп қалмады ма деп, жолына қарап жүргеніне көп болды. Кәрі қойдың жасындай жасым қалды. Алдымда төрімнен көрім жақын. Қу жалғыз бен немеремді көкірегіме басып тұрып, бір көрсем деп армандайды. Әй балам, әкеңнің көңіл күйін сезіп, бір келіп кетсең болар еді ғой, деп Абылай қарттың кейде балаша солқылдап жылайтыны да бар. Жыламай қайтсын. Сонау 60-шы жылдары Қытайдан зорға елге жеткенде бәйбішесі қайтыс болады. Оң-солын танымаған ұлы екеуі ғана үйде сопиып қалды. Содан ағайын-туыс, көрші-қолаң, көрші ауылдағы жесір әйел Жәмилаға қолқа салып, шаңырағына кіргізіп береді. Ой, Жәмила пысық қой, тілі де, тіршілігі де ширақ, үй шаруасын дөңгелетіп, шаңырағы дәулетінің иесі болып шыға келді. 2 қыз туып берді. Сырттай қараған адамға бәрі дұрыс сияқты. Бірақ Абылайдың аузын ашып сүйгені, көзін ашып көргені тұңғыш ұлы Санаты жырақтай берді. Өгей шеше өгейлігін танытпай тұрмады. Не керек, жалғыз ұлы қалаға оқуға кетті. Сол жақта отау құрды. Бір орыс кемпірдің пәтерін жалдап жүріп балалы болды. Бірде бар жиған тергенін алып ұлына қаладан үй әпермек болып еді. Кемпірі мен қыздары өре түргелді. Не керек, жылдар бойы жинаған ақшасы бір күннің ішінде құнсызданып кетпеді ме? Жалғыз ұлы анда-санда болса да ат ізін салып тұрушы еді, бірақ іздеп келген әке шаңырағынан жылы қабақ, мейірімділік көрмеген соң соңғы уақытта хабарсыз қалды. Қарттық деген 4-ке бөлінеді дейді ғой, біріншісі шал, екіншісі қария, үшіншісі ақсақал, төртіншісі абыз дейді. Асылбай ақсақал домбырасын қолына алып, ауыл аймағына қос шектен көмбірлете күй төгіп, түрлі аңыз қиссаларды, терме жырларды айтып, отырған ортасын думанға бөлейтін. Қанша көңілді отырса да, көкірегіндегі жалғыз ұлға деген сағынышы жанын сыздатып, сырын адам баласына айта алмай, қалаға жете алмай, әжімді жүзін мұң басатын. Көкірегі зерек қария бүгінде ақсақал атанды. Өмірдің ащы-тұщысын татып, өткен өміріне шүкірлік дейді. Алладан бұйрық келсе, бәріне дайын. Тек жалғыз ұлымды бір көрсем деген тілегі, арманы бар. Әкенің күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей жүдеп жүрген көңілінің әсері ме, қаладағы жалғыз ұлы Санат та соңғы уақытта әкесін жиі түсінде көріп мазасызданып жүреді. Бір күні колледжде оқитын жалғыз ұлы Айбат сенбі күні сабақтан ертерек келіп, «Көке, қолыңыз бос болса, ауылға атама барып қайтайықшы», дегенде қуанып кетті. Күндіз түнгі тілегі қабыл болып, жаратқанға мың алғыс айтқан Асылбай қарт жалғыз ұлы мен немересін жолға шығарып салып келіп, төсегіне қисайып жатып, мәңгілікке көз жұмып еді. Қалаға жақындай бергенде жүрегі әлденені сезді ме, сабырсызданған Санат жалғыз ұлы Айбатты құшағына алып, «Жалғыз ұлым менің, әкемнің ұрпағы, сен аман болшы» деп маңдайынан сүйді. Мына 5 күндік тіршілікте әке мен баланың татулығына, ағайын-туғанның сыйластығына жетер не бар дейсің? Санат көптен көрмеген әкесіне деген сағынышының басылмағанын енді сезгендей, өзегін өксік қарып, жалғыз ұлын бауырына басып, жалғыз ұлым дей берді.